Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгін бізде әдеттегідей қазақ тілі сабағы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы көркем табиғат және көрікті жерлер. Кітабымызды ашып, осы тақырыпты қарай қояйық. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. Тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Сабағымыздың мақсаты түсінікті деп ойлаймын. Сабағымызды бастамас бұрын Қазақстанның көрікті жерлері туралы не білесің? Өзің тұратын мекенді көрікті деп ойлайсың ба? Міне осы екі сұраққа жауап беріп, өз ойымызды білдіріп көрейік. Және де ойымызды білдіру барысында, дәлелдеу барысында тұлғасы өзгертіліп барып біріккен сөздерді қолданып жауап беріп көрейік. Біз тұлғасы өзгертіліп барып біріккен сөздерді өткен сабақта өткен болатынбыз. Қане есімізге түсіріп, өз ойымызды айтып көрейік. Жарайсыздар балалар. Барлығыңыз жақсы атсалысасыздар деп ойлаймын. Ендеше мына мәтінге назар аударайық. Мұқият оқимыз және тыңдаймыз. Қазақстан табиғаты көркем, жанға жайлы әсем жерлерге өте бай өлке. Жер жаннаты Жетісу, асқар шыңды Алтай, емдік қасиеті мол Алакөл, көрген көзді таң қалдырар Балқаш, суы балдай, шөбі шүйгін Баянауыл, ауасы шәрбат Қарқаралы және табиғаты аса көркем Бурабай шатқалы. Бурабай Қазақстандағы ең танымал демалыс орындарының бірі. Жер шарының ең көрікті жерлер саналатын Ақмола облысының аумағында Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы орналасқан. Бұл жер бетінде сирек кездесетін өзіндік орны бар географиялық пункт ретінде кеңінен танымал. Биік таулар және қылқан жапырақты орман, айдынды көл және таза ауа. Табиғаттың шипалы қуаты жақсы демалуға және денсаулықты қалпына келтіруге мүмкіндік тудырады. Бурабайдың балшығы мен минералды суы емдік қасиетке ие. Сонымен қатар Бурабай өлкесінде қонақ үйлер, шипажайлар, демалыс үйлері орналасқан. Мұқият тыңдадық қой бала. Және де өзіміз тағы бір рет көз жүгіртіп оқып аламыз. Бұл еліміздегі аса танымал демалыс орындарының бірі Бурабай жайлы. Мәтінді мұқият оқып болсақ, мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мәтінде қандай көрікті жерлер туралы сөз қозғалды? Мәтін барысында бұл айтылды. Екінші сұрақ. Бурабай өлкесі жайлы бұрыннан таныссың ба? Мәтінде бірге жазылатын сөздер бар ма? Бірге жазылған сөздерді тауып, сызба дайында. Олар неліктен бірге жазылатынын ережеге сәйкес дәлелде. Тағы да балалар, өткен сабақты еске түсіреміз. Біз бірге жазылатын сөздерді өткен сабақта өттік. Сол ережеге сәйкес бірге жазылатын сөздерді тауып, сызба дайындаймыз. Тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Сәттілік. Келесі тапсырмаға көшейік балалар. Тапсырма. Қазақстанның көрікті жерлері тақырыбы аясында жинақы мәтін жазамыз. Дескрипторға мұқият назар аударамыз. Берілген тақырып бойынша жинақы мәтін жазады. Оқылым мәтініндегі материалдар бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей алады. Орфографиялық норманы сақтайды. Яғни балалар, сабақ барысында өткен оқылым мәтініндегі материалдарды пайдаланамыз. Сол мәтіннің ішіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, Қазақстанның көрікті жерлер тақырыбы аясында мәтін жазамыз. Және де қатесіз орфографиялық нормаға сай жазамыз. Сәттілік. Ендеше балалар, мына бір ережеге назар аударайық. Бүгін біз бөлек жазылатын сөздерді өтеміз. Біз бірге жазылатын сөздер қай кезде бірге жазылатын сөздердің өткен тақырыпта өттік. Ендеше бүгін бөлек жазылатын сөздерді қай уақытта бөлек жазамыз? Қандай сөздер бөлек жазылады екен? Міне соны өтетін боламыз. Біріншіден, балалар, күрделі атаулардың әрбір сөзі бөлек жазылады. Мысалға, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Алматы облысы немесе Арал ауданы дейтін болсақ. Яғни,
белгілі бір мемлекет, республика, облыс немесе мекеме, ұйым аттарының атауларын бөлек-бөлек жазамыз жазған кезде. Сонымен қатар, анықтауыш пен анықталушы сөздер тіркесіндегі әрбір сөзді бөлек жазамыз. Мысалға, бас жүлде, ағаш көпір, қыз бала, асыл тас, ат қора. Түсінікті ғой. Келесі, күрделі сан есімдердің немесе сын есімдердің әрбір сөзін бөлек жазамыз. Мысалға, 18, 1953, 4,5, 25 деген сияқты сан есімдерді алайық. Яғни 18 бұл күрделі сан есім. Әрбір сөзін 10-ды бөлек, 8-ді бөлек. Яғни әрбір сөзін бөлек жазамыз. Немесе қара ала, көк ала, ақсұр, құла қасқа, торы төбел, құла жирен, ақшабдар деген сияқты сын есімдер бар. Күрделі сын есімдер болып табылады бұлар. Яғни күрделі сын есімдердің әрбір сөзін тағы да бөлек жазамыз. Жазған кезде мұқият боламыз. Тақырып түсінікті деп ойлаймын. Ендеше балалар, мына тапсырмаға назар аударып көрейікші. Сіздердің көз алдарыңызда бірнеше сөз берілген. Яғни бұлардың барлығы бірге жазылып тұр. Ақбөкен, жаратылыстану, 120, жауқазын, гауһартас, қара ала, көкшетау, ағаш көпір деген сияқты сөздер берілген. Осы сөздерді сіздер бірге жазылатын бірінші бағанға, бөлек жазылатын сөздерді екінші бағанға жинақтап көрейік. Қанекей, сәттілік. Ендеше мына тапсырмаға назар аударыңыздар. Сурет бойынша бірге және бөлек жазылатын сөздерді қатыстырып, Қазақстанның көрікті жерлері жайында сөйлем құраймыз. Сөйлем құраған кезде сөздер қай кезде бірге жазылады және қай кезде бөлек жазылатынын еске түсіреміз. Дескрипторға мұқият назар аударыңыздар. Бірге және бөлек жазылатын сөздерді біледі, сурет бойынша сөйлем құрайды, бірге және бөлек жазылатын сөздерді сөйлем ішіне кірістіреді. Тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Сіздерге сәттілік. Жарайсыздар балалар. Ендеше үй тапсырмасын алайық. Үй тапсырмасы. Өзіміздің оқулығымыздағы 10-шы беттегі 5-ші тапсырма. Тілдік бағдар айдарындағы ережелердің өзіне тән ерекшелігін, қызметін, маңызын талдау. Тағы да сәттілік. Сау болыңыздар.